Настрой. Уже шылқыватыр. Ты должен сначала уважать. Бүгін сағат 5:20. Мен күнделікті өмірімнен тренировкаға баратынымнан үзінді. Және де кәсіпкерге не үшін осындай іс-қимылмен, не үшін тренировкаға бару керек жайында толық айтатын боламын. Қазір әрине ұйқым келіп тұр. Бет қолым жуып, дұрысталып алайын. Егер мен 5:30-нан кейін тұратын болсам, именно тренировкаға баратын күн бүкіл өмірден қалып қоямын. Неге десеңіздер, өйткені мен тренировкаға 4 сағатымды құртым. Қазір бару 1 сағат, нешене екенін айтамын. Оған жақта 2 сағат жасаймын, одан кейін қайтамын, тоже 1 сағат. Біз аптасына 3 рет барамыз тренировкаға, және де сол тренировка күндері мен осылай жұмыс жасаймын. Осындай тамақтар жасаймын. Көбіне үйде еркін жүремін, киімсіз. Қазір видео түсірем деп киін алдым. Біз қазір су толтырып аламыз. Және де пешті қосып қоямыз. Бұл видеода сразу айтайын, мен бодибилдер сияқты бір тренировканы көрсетіп, правильно питаниені көрсетейін деп тұрған жоқпын. Мен кәсіпкер ретінде бұл маған не үшін керек, және де олар кәсіпкер не үшін активный образ жизни жүргізу керек, және де кәсіпкерге, мен өзім кәсіпкер ретінде неге біз спортқа жақын болу керекпіз, соны айтатын боламын. Яғни біз тренерді қалай таңдауымыз керек. Менде ондай нагрузка жоқ. Прям менде набор масса деген сияқты. Менде қазір келе жатырым правильное питание, 70% уже. Арасында, конечно, болады фастфуд жеймін. Это не обозначает, что 100% өте қиын. Өте қазіргі таңда өте қиын. Бізде регламент бар, айына 2 рет фастфуд жеуге болады, маған дозволено. И мен барамын да сол периодта жейміз семьямен. Және бұл жерде мен өзімнің құрған чек-лист, системалармен бөлісетін боламын. Вообще маған в целом ұнайды любой затты системаға кеуге. Оның қалай жұмыс жасауына. Система деген тек қана сіз арқылы, сіз жоқ кезде жұмыс істеу ғана емес. Система деген сіздің поэтапно жұмыс істеп, уақытыңызды қысқартып, эффективность. Но бірақ сол качествоны ала аласыз деген сөз ғой. Қараңыз. Бірақ бұл тренировкаға қатысты емес, жаңағы қаптауға барысында, бару барысында, бір оқпен 2 қоянды ату деген сияқты мәселелер жайлы айтып отырмын. Егер де сен кәсіпкер болсаң, міндетті түрде осы видеоның соңына шейін көр. Керек ақпараттар, кәсіпкерлерге керек дүниелердің бәрін осы видеода айтатын боламын. Осылай таңертең ерте тұрған кезде өзім жасаймын. Тренировкалар жоқ күндері әйелім жасайды. Мен тамағымды әйеліме салыстыруға болмайды. Біздікі әйелім ондай авокадо, шведский стол, неше түрлі бүйтіп жеке-жеке қойып, таңдап, кәдімгідей аттарын білмейтін тамақтар жейміз. Ал мен жейтін тамақта қазір көрсетемін. Біздікі енді сол армейский классика ғой. Бізде мына жерде овсянка. Қазір күнде жейтін тамақтарын айтамын. Овсянка, 2 жұмыртқа обязательно и алма. Не үшін жейтін дедім? Ал мынау бізде свежевыжатый сок. Бірақ бұны мен күнде жей бермеймін. Күнде ше бермеймін. Свежевыжатый сокты аптасына 1 рет жеуге болады маған өзіме. Бұның ең бір жақсысы, получается, мынаның өзінде уже 150 калория болады. Ойлаңыздар, 150 калория и қаншама углевод бар, полезный углеводтар, свежевыжатый сок. Так, қараңыздар. Не үшін мен овсянка жеймін? Бұл жерде клетчатка, овсянканы мен углевод ретінде қолданамын. Овсянканы, клетчатканы мен топливо, бензин, адамның бензині деп ойлаймын. Неге десеңіздер, өйткені овсянка прямо күн ойына күш береді. Өйткені бұл жай қорытылатын углеводтардың қатарына жатады. Мынау бізде алма мен не үшін жеймін? Адамның, өздеріңіз байқасаңыздар, тәттіге деген құлшынысы артады күн ойына. Сол тәттіге деген құлшынысты жабу үшін бүгін күннің сахарлық норманы осымен толтырамыз да жабамыз. Чтоб мен басқа, қазір уже таң ғой, кешке дейін, түнге дейін уже бүгін күнді тәттісіз өткізу үшін. 2 жұмыртқа, бұл понятно белок.
белок керек адамның строениясына, мышцына деген сияқты обязательно. Бірақ менде бүйтсе коктейль ешқандай ішпеймін, андай протеин, гейнер деген сияқты. Ал андай гейнер, тағы да басқа да қоспалар деген сияқты. Өйткені менде цель нацелена, қалай айтса болады, нацелена вес набирать ету емес, вот нацелена дұрыс тамақтану, дұрыс здоровый образ жизни ұстану. Мен таңертең өзіме выбор қоймаймын. Мен тұру керекпін ба, тұрмау керекпін ба деген сияқты. Ұйықтап қалатын кездерім болады. Вот сол кезде катастрофа. Ал былай вообще андай жоқ, істемей қояйын ба деген сияқты идея болмайды. Все, спокойно тұрамын. Бұл қалай десеңіздер, кез келген затты жасау үшін мағынасы керек. Не үшін? Жаңа айтып кеткенім деп. Белоктың өзі не үшін, алма не үшін? Сол кезде ойланбайсыз, жеймін ба, жемей қояйын ба, ол маған керек деген сияқты. Жаңағы овсянка не үшін керек деген сияқты. То же самое. Әр заттың не үшін жасап жатқанын мағынасын түсінсеңіз, сұрамайсыз. Маған не үшін жасау керек? Жасайын ба, жасамай қояйын ба деген сияқты. Бұл уже бірінші лайфхак. Және де бүгін күнге настрой. Ұмытпаңыздар, қазір шықтық, жолға тартып баратырық. Настрой керек. Альхамдулилля, Аллаға шүкір, осындай күн бергеніне, 12 мүшеміз сау. Альхамдулилля, осылай бара жатқанымызға. Енді Аллаға шүкір, жақсы настроймен бастап, бүгін күнді жақсы өтуге Аллахтың қалауымен тырысамыз. Максимально полезно. Мына видті қараңыздар. Жаңбыр жауайын деп тұр, альхамдулилля, күшті болып тұр. Неге мен машинамен бармаймын? Неге жаяу барам? Адам негізі орташа есеппен күніне 7-8 километр жүру керек. Ал қазір біз барады тренажерный зал бізде 3 километр, туда обратно, ал получается бізде 6 километр. Аллахтың қалауымен дневной норманы еще жаппаймын. Енді келгеннен кейін жұмысқа туда-сюда жүргенмен примерно сол 7-8 километр жабамыз. Бұл біздің миымызға және де жүрегімізге әсері өте көп. Бір оқпен екі қоянды ату деген осы. Және де бұның плюсын айтайын, көп мен неге осылай жүргенін адам. Бұрындар негіз байқамайтынмын. А мен негіз уже 2 жыл болды осылай барып жүргеніме. Негізі Алматыға 4 ай бұрын көшіп келдім. Отбасымды алып келдім. Балқашта өзім туған жерімде тоже постоянно, альхамдулилля, барып жүретім. Аллахтың қалауымен. Ал мына жаққа келгенде бір айдай примерно мен жұмыстарды реттегенше, обстановка бәрін реттегенше бір ай кетті да, бір айдан кейін қайттан бастадық. Енді қазір уже 4 ай болды ма келгеніме? 3 ай, значит 3 ай мен уже Аллахтың қалауымен барып жүрмін деген сөз. Плюс айтайын. Мен негізі видеоға қазір түсіріп жатырмын ғой, негізі былай видео түсірмеймін. Прямо максимально размышляю. Ол қалай? Идеяларымды, глобальный цель жайында прямо размышление. Бұрында менде размышление 10-11-дің кезінде болды. Қазір мен осындай жол барысында күшті ойланғанша. Қайда барамыз, не істейміз, қандай бізде пландар бар деген сияқты ойлануға өте, мозговой штурмға өте керемет с утра осы жүріп баратқан кезде ойлану. Бұл менде бір жизненный кредо деп айтсам болады. Адам өзінің түсінгенін ғана жасайды. Человек делает то, что понимает. Ол бұрындары мен бұл сөзге айтса болады бір жай қарайтынмын. Бірақ келе түсініп келе жатырмын. Адам реально біз адамдарға былай ақыл айтсақ та, немесе өзгерткіміз келсе де, немесе басқа бір істер істеткіміз келсе де, адам түптің түбінде өзінің түсінгені, миы қай жерге шейін жетіп тұр, соны ғана істейтін болады. Бұл мен не айтқым келіп тұр, біз әр істеген затымызды түсініп жасауымыз керекпіз да. Мен көп затқа жұмыс жасау барысында ең бірінші қоятын сұрағым, не үшін? Не үшін оны жасау керек? Прям конечный итог қандай? Конечный итог қандай? Өзі даже неде бар? Если біз бір адам мұсылмандыққа келетін болса, ол мұсылмандықты жүрегімен де қабылдауы мүмкін. И санмен де қабылдауы мүмкін. Санмен деген адам есептеуі мүмкін. Не үшін? Алла жаратты, бүйтті, сөйтті, значит біз оқу керекпіз, намаз оқу керекпіз, Құран оқу керекпіз деген сияқты есеппен келуі мүмкін. Расчетпен. Ол да дұрыс, көрдіңіздер ме? Әмеуді әркімнің өзінің өз жолы бар, бірақ вот осы адамның ұстанымы, адам өзінің
деңгейі жеткен нәрсені жасайды. Адам делает то, что понимает. Осындай парк бар. Жолда баратқан жерде тыныштықтың ләззатын тататын жер ғой. Адам ойланады ғой. И өзінің миында бәрін полкаға қойса, ясность пайда болады. А егер де бізде ясность пайда болса, біз сол жаққа ұмтылғымыз келіп тұрады. Қараңыздаршы, келмейді. Иісті жеткізе алмаймын мен сіздерге. Иісті енді, может, болашақта шығатын шығар, иісті жеткізетін құрылғылар. Тренировкаға келдік, қазір киініп болғанбыз. Терді көрдіңіздер ма? Көрініп тұр ма тері? Сумканың тері. Тренировкаға не алу керегін чек-лист мына жерге көрсетіп кетемін. Не үшін чек-лист удобнее? Заттарды ұмытып кетпеуге. Өйткені бұл жерде әр заты важно негізі. Міне, бисмилля деп бастаймыз. Бұл жерде не маңызды десеңіздер, настрой маңызды. Бүгін не үшін келдіңіз? Максимально жасайсыз ба, жасамайсыз ба? Ең бірінші түсіну керек, өзіміз үшін жасаймыз. Ешқандай біреудің ықпалымен емес, тек қана өзіміз үшін, бұл және өзімізге керек, түсінуіміз керек. Настрой. Деп айғайлап алсаңыздар болады, сізге если көмектессе, мен настроем, внутренний настрой, мен все, өзімдікі, өзім үшін келдім, әрі қарай мен жасау керекпін деген сияқты. Сондай настрой. Қазір бастаймыз тренировканы. Неге қарап тұрғандарыңыздай, мен наушник қолданбаймын. Неге десеңіздер, фокус жоғалды. Қазір тренердің айтқанын естімей қалам деген сияқты. Либо ол жаттығуды білмесем, дұрыс жасай алмай қалам. Примерно 1-2 айдай наушник қолданбаймын. Тренердің айтқанын түсініп алам, қайда барам, не жасаймын деген сияқты. Одан кейін уже можно постепенно. И при этом мен музыка тыңдамаймын. Музыка, наоборот, отвлекает. Мен лучше аудио подкасттар тыңдаймын. Кішкене тыңдап аламын, тоқтатамын и размышляю. Мысалы, телефоннан кітап оқимын, аудиокнига. Кішкене абзацын оқып аламын, и қойып қоямын и размышляю. Тоже өте күшті көмектеседі, прямо нені көтеріп жатқан кезде гантель. Не нужно размышлять, мотивационный жоқ, маған керегі размышление. Я думаю о своем бизнесе, я думаю о своем семье, жақындарым жайлы, басқа да маған керек заттар жайлы ойланамын. Біз разминкадан бастаймыз. Любой затты дененің қыздыруымен. Бұл тренердің айтқан. Тренермен 2 ай болғандықтан уже поэтапно действовалым білем, бірақ тренермен намного выгоднее. Мен сіздерге айтайын. Көп адам ойлайды, тренермен мен жоғалтып жатырмын деген сияқты. Но жоқ, сіз наоборот тренермен набирайте опыта. Өйткені адам бүкіл сферамен білу мүмкін емес. Қалай айтса, баймен кедей мышлениясының, финансовый емес, просто мышлениясының баймен кедейдің үлкен айырмашылығы. Бұрында мен тоже солай ойлайтынмын, мен бәрін білемін, маған ешкім керек емес деген сияқты. Бірақ қазірде мен басқаша ойлағам. Кім маған көмектесе алады? Кім менен ақылдырақ? Және де кім мен үшін істеп бере алады? Бұл, конечно, бизнесқа қатысы, кім мен үшін істеп бере алады? Ал шын мәнісінде я все знаю деген ол кедейлердің басымызға тұрып қалған бір мышлениясы деп ойлаймын, ал шын мәнісінде бай мышлениясы адамдар былай ойлайды. Мен білсем де бір қандай да бір новый ақпарат аламын. Мен білмейтін ақпаратын мойындау көп, түсіну. Екіншіде, ол қайталанып айтса да маған жаңа идеялар беруі мүмкін, жаңа тоқтам, жаңа бір есіктер ашылуы мүмкін деген сияқты ниетпен қарайды ғой. Өйткені өздеріңіз қараңыздаршы, даже состояниесі бар адамдар олар готовы слушать. А те люди, которые не состоявшиеся, они не хотят слушать. Это те жөн, өзім білем. И так білем ғой, не қиындығы бар. Тренерсіз ақта жасай білемін. А сосын түбіне 40-қа келген кезде бүкіл суставтары, сіңірлері бәрі тартылып қалады. Неге? Потому что олар өзінің білгенімен жасады да, физиологиялық тұрғыда емес. Өйткені бұл жерде әртүрлі терминдер бар, қалай дұрыс жасау керек. Мен мынандай 30-40 кісілерді біліп, былай жасайды. И мына жер ойлаңыздаршы, қалай былай жасай бергені сустав қалай кетеді. Ол тренер маған айтады, кәдімгідей негативная фаза, позитивная фаза деген сияқты. И спокойно түсіресіз, спокойно көтерілесің негізі. И және тренердің таңдауының өзінде де
бір нелері бар, аспектілер, которые мен қараймын. Важный аспект – тренер мимен жұмыс жасау керек. Оның ценный конечный продуктысы тренердің сізге безопасность сыйлап, сіз денеңізді жарақаттап алмау ең бастысы. Неге десеңіздер, өйткені біз оны көп байқаймыз. Көп осы жасау барысында көп травма аламыз. Ең бастысы сізді травма алмауға көмектесу. Екіншісі, мен ойлаймын, результат. Осы екі критерия керек. Ал андай тренерлар болады, которые давай, бодибилдерлар жоқ, бүгін сен 100 көтересің, одан 200 көтересің, ондай керек емес. Маған өз басым ондай керек емес. Маған мимен асықпа, давай постепенно көтереміз, давай бүйтеміз, сіңірлерін тартып алма, бір оймен келетін. Ең бастысы қараңызшы, біз көп айтайын. Неге тренермен жұмыс жасау керек? Білесіздер ме, біздің тренер ең бірінші неден бастады? Мен тренермен жұмыс жасаңыз, ең бірінші аяқ киім дұрыс емес. Міне қараңыз, қандай аяқ киім алу керек. Мынау подошвасы полный бірдей болу керек екен. Мен оны білген жоқпын басында. Мен тоже осындай аяқ киім кидім. Ол бірақ менде мынандай, жүгіруге арналған подошвасы мынандай, былай келеді ше, кішкене қалың подошвасы. Фотосын тоже көрсетіп кетемін мына жерге. Мынандай қалың. Сондай киген. Оны айтып дұрыс емес деді. Мынау дұрыс деді. И менде критическое мышление бар да, мен адамның айтқанына сразу сенбеймін. Айтамын, хорошо. И бір күні изучать еттім. Бірақ на самом деле реально солай екен. Неге десеңіздер, біздің аяғымыз ровно жату керек екен. Ровно жатпаса, аяқ дірілдейді екен. Мысалы, үлкен вестар көтереміз ғой былай. Сол кезде аяқ дірілдейді екен. Ана өйткені биік қой, дірілдейді, и суставтарға әсер тигізеді. Табанымыз мына полда ровно жатады, көтерген кезде ровно көтеріледі. Қараңыздар, осыдан кейін қалай біз біреудің идея, біреудің сөзімен үлгермеу керекпіз. Бірақ енді тренердің де дұрыс тренерін таба білу керек. Мен тренерім ешқайда асықтырмайды. Яғни поэтапно, баппен, и мен оған сразу айттым, маған дұрыс жаттығулар керек. Маған андай қалай айтса болады, денсаулығымды құртатын емес, наоборот, маған постепенно бірден результат береді, бірақ адамға өте көмегі тигізетін жаттығулар керек деп айтсам. Все, бастаймыз қазір тренировканы. Қанша гектар болып тұрсың? Ереже бар. Аптамайыз ба? Неге? Негізі қазір аттаймын. Бұрын залдарда золотое правило болады. Штанга аттауға болмайды. Киелі ма? Бем шығарып жоғары көтерілеміз. Зейін қатты алдыға шығармаймыз. Ремень тағы осыма Иә. аяқпен. Почти колено направо. Почти. Чуть касается. Уже шылқып атам. До конца тренировки надо уже шылқу керек болады. Созыламыз. Бірінші жауырынды қосып, иықты төмен түсіреміз, сосын тартамыз. Қазір 5-5-тен қосатын боламыз. Тренердің айтуы бойынша. Уже терлеп кеттім негізі. Бірақ орындау керек болады. Тағы бір не бар, принцип. Көбісі мен тренерім менен 2-3 жасқа кішкентай. Кейбірлері негізі өзінің эгосынан асып кете алмауы мүмкін. Бірақ шын айтайын, эго твой враг деген кітапты оқысаңыздар, өйткені білім жаспен есептелмейді. Түсінгенім осы. Кейбір адамдардың білімі жасқа қарамайды. 20 жаста адамдар болады, білімі өте жоғары. Кейбір адамдардың болады, 40-қа 50-ге толса да әлі разговорный речь жоқ деген сияқты. Сондықтан мәселе жаста емес, білімде. Оның білімі менен көбірек. Өздеріңіз оны мойындау керек. Жасаймыз қазір. Тяговые упражненияларға деп айтсам, для мышцы спины, снимая напряжение.
когда лямки, расслабляем мышцы предплечья и акцент делаем, напрягаем на спине. Надо нагрузка наған кетеді дейсің. Мысалы, мынаусыз жұмыс істеп үлкен салмақ алсақ, Предплечье кетіп қалған. өзің де сезетін Көмектеседі. ауыр салмақ алуға көмектеседі. Киска қатысы жоқ қой сен? Киска қатысы жоқ. Жоқ, кискеде бар. Біреуде, мысалы, хват ұстамауы мүмкін, кист, біреуінің хват слабый болуы мүмкін. Жаңа тяга жасаған кезде уже соңғы подходтарда бүйтіп қалды. Мысалы, біреуде болады, күші болады да, мысалы, тарта аламын дейді да, бірақ қандай қолдан кетеді, немесе забивайся, сол үшін лақ баққанда. Ше, рахмет. За счет плеч лақтеп. Су кетті ғой, короче. Тер кетті, су кетті. Денеден. Терлік кетті. Атқалаймай, басты көтерме. Жауырынды қос, сосын тарт. Созыламыз. Аяқ дүзу тұр, дұрыс па? Аяқ дүзу тұр ма? Әлі дұрыс па? Қалай ыңғайлы болады? Бәрі, бұлай да. Кішкене. Басын көтерме. Бірінші жауырынды қос. Сосын тарт. Жауырынды қос, сосын тарт. Асықпа. Тарт. Жауырынды қос. Мынандай настроймен келуге болмайды да, что тренер қарамай тұрған кезде өтірік мухлевать етіп жасау, ал тренер қарап тұрған кезде до конца жасау. Мысалы, тренер айтады ғой, 5 подход 10-нан деген сияқты. Түсіну керекпіз да, миымызда ол вообще бүкіл жасап жатқан затымыз тренер үшін емес, басқалар үшін емес, тек қана өзің үшін. Түсіну керек та, что тренер қарамаса да жасау ол біздің приоритетті. Маған керек деген сияқты ше. Басқа біреуге керек емес. Болды бірақ. Болды. Слушай, не кем. Я отклоняюсь, попасть на суе, Қазір неге тренермен постоянно болмайды, из-за того, что басында прям тұратын немен қасында же 1,5 айда. Қазір уже 3 ай болды ма? Вообще бастапқы уже 1 ай болып қалды. Доверяется мне ше. Өйткені біз түсінеміз. Маған просто анда-санда бір тексеріп кетеді, 1-2 замечание кетеді. А так на самом деле основной тренер задачалар береді маған ше. И моя задача полноценно его выполнить с честью и честностью надо выполнять. Менің задача. Все. Түсін. Трицепс кетіп отыр ма? Иә. Тарт. Ауыр ма? Нормаль. Тарт. Мына жерде уже Айтам, комментарийға жазып қоясың ғой. Артта қара футболка киген бала үйренгісі келіп, постоянно қасында тұрады деп айтады. Когда у человека нет денег, И хочет услышать тебя. Он ходит вот так. Бірінші тренердің преимуществосын айтайын. Бірінші жай подходпен көрсетеді техниканы. Негізі көбісі үлкен неге весқа асығады ғой. Маған көрсететіні негативный фазамен көп жұмыс жасаймыз. И дыханияға көп мән береміз.
әдейі жай түсіреміз. Тез көтеруге болмайды. Қазір түсіріп жатқан видео 2 күндікі. Неге десеңіздер, мынау бірінші күнде біз менде арқаның күні болды да, арқа и бицепс. Ал енді қазір мынау бүгін мынау кеуде түспен аяқ, аяққа. Сондықтан біз 2 күнді араластыру үшін, сіздерге толық көрсету үшін осы 2 күннің видеосын қостым. Бірақ тек тренажерный залда жасап жатқанымды қосам. Я нормально. Ладно, настроился өзім семейді. Жауырын бір аяғын жақын қойып алып, өзіңе удобный положение жауырынды қос. Аха. Жауырынды қайттан қосып алып. Давай. Идер деймін. Давай. Ста. Молодец. Алдың ба? Өзің ауыра. Өзің. Ертең ана жақты қоя салғаныңда, енді жібергенді алмайтын. Бәрі мида бірі. Молодец. 90-да алдың ғой. Мынаны біз бір ай бұрын планировать еткенбіз. Аллахтың қалауымен бүгін жеттік. Мына рас. Енді постепенно будем увеличивать силовой. Аллахтың қалауымен. Чувство анандай. Қаным миыма кетіп жатыр. Ішімде какой-то непереносимый эмоции. Очень круто. Ощущение очень хорошее. В общем, мынаны күнде жасамаймыз біз, С большим весом на одно повторение два раз в месяц делаем. Раз в месяц. Бізде рабочий вес 6 повторенияға алынады. 6-дан 12 повторенияға дейін. Біз өсуді қалай білеміз? Салмақты рабочий весті көтеру арқылы 2 айда бір айда бір салмақты нара салып көреміз. Егер прогресс болса, значит жақсы. Значит рабочий весті өсіреміз деген. Иә, мышечный масса қалай өседі бізде? Рабочий весті көтеру арқылы прогрессе. Андай болмайды, каждый күн сайын, каждый апта сайын новый программа, новый емес, олай емес. Бір программаны алып, әр жақтығуды оттачивать. Салмағын көбейтіп, прогрессия нагрузок. Айтпақшы қызықты факт. Мен уже келіп жүргеніме қанша ай болды? 2 ай болды. Біз әлі качка бастаған жоқпыз. Алла қаласа енді бастаймыз. Бұл кезде қалай аталады? Программа на силу лифтерский программа. Лифтенский? Лифтер. Лифтер. Бізде лифтер. Пауэрлифтерский программа бізде. Біз қазір бірінші силовойды өсіреміз. Будем подготавливаться, после этого уже перейдем на более акцентированный вариантқа көшеміз ғой. Качка бұлшық шығаруына. Не үшін? Неге? Өйткені прогрессия нагрузок басында новичоктарда базовый упражнениялар жеткілікті. Біз бір жаттығумен көптеген бұлшықеттермен связан. Соны бір мысалы присетта бізде передние, задние, ягодичные мышцы арқылы қосып өсіре аламыз. Новичоктарда ол сразу өсу мүмкін. Ал со временем, с опытом, потом бөлеміз. Широчайший, длинный, типа передний, акцентпен, қай жер сөзде остающий, содан шығарамыз. Вообще бүкіл дененің построениясына растяжка арқылы мышцы расслабляется. Мен де өзім де білмеймін. Тренер көрсеткен кезде ең біріншінде
екінші күні денем реально ауырды, одан кейін уже облегчение. Мен примерно 5 упражнение жасаймын қазір растяжкаға. Но одан да көп жасауға болады. Мен сіздерге біреуін көрсетейін. Аяқ киімді шешіп тастайын. Ең керемет растяжкалардың бірі. Бірінші белге кетеді. Ашамыз белді. Раз. Два. Еще мынау бар. Аяқты алдыға қоямыз да аяқты созамыз. Арқаға, аяққа, санның астына капец жақсы көмек түседі. Растяжка. Два. Три. Раз. Все, соңғы жаттығу. Разделкаға кетпестен бұрын бұны біз енді тренермен қалжыңдасып Шаолинь деп атаймыз. Осында жақсы настройда. Тренировкамыз бітті. Киініп, тез-тез шешініп, душқа түсіп, от души барып. Бүгінгі распорядок у меня осындай, с утра. Неге мен кешке бармаймын? Потому что кешке я хочу уделять время семье, балама, әйеліме деген сияқты. Ал таңертең олар ұйықтап жатқан кезде пайдаланып қалу керек та. Вот айттым ғой, бағана айтып кеткенімде, егер мен 5:30-да тұрмасам, бітті. Весь день наперекосяк. Потому что менде уже 10-11-де жұмыс басталады, переговоры, встречи, там анаумен көрісесің, айтишникпен, финансовый директормен, финансовый аналитикпен, СММмен кездесесің, директор филиалмен кездесесің, бәрімен кездесесің. Полный встреча кетеді, потом өзімнің жеке жұмыстарым бар деген сияқты. Қалай айтса болады, если мен 5:30-да тұрмасам, кешігіп қалатын болсам, бітті. Получается, бір күн я полный просрал деген болады. Өйткені мен 4 сағатын, өйткені қараңыздар, 4 сағатын мен осы тренировка кетеді. Қазір барып үйге қайтуым 1 сағат, келуім 1 сағат, 2 сағат уже тренировкада кетті. Осылай. Альхамдулилля, бүгінгі тренировка тоже жақсы өтті, настройым бәрі альхамдулилля жақсы. Келесі движениеға дайынмын. Қазір әлі сөйлесеміз. Бар ғой, біз тренерді жалдаймыз және тренермен прием жасаймыз. Кейбір адамдар как будто тренерден қорқып, тренер келген кезде ғана жасайды да. Олай дұрыс емес. Әрбір зат біз өзіміз үшін керек. Өзімізді дұрыстауға және өзімізді өзгертуге. Және де былай болады ғой, тренер тағы да қосса, либо көбейтсе, қиын упражнениялар берсе, біз бүйтіп қарайтындай. Жоқ, керек емес деген. Жоқ, менде ондай жоқ. Мен полностью доверяю тренерға, и я к этому отношусь очень серьезно. Тренер қос дейма, қосам, и тренер дұрыс емес жасап жатқанды көрсетсе, соны дұрыстауға ұмтыламын. Сонымен қоса, тренер жанымда болған қалай наоборот. Өйткені мен дұрыс жасауым, келешекте менің 40-50-ге толған кезде денемнің қалай айтса, жұмыс істеп тұруына әсері бар. Сондықтан да тренерді алғаннан кейін наоборот дұрыс қолдану керек, наоборот сұрай беру керек, наоборот келе беру керек, наоборот жармаса беру керек. Ал наоборот емес, чтобы қашып төлеп жатырмын ғой деген сияқты. Ондай емес, наоборот, сіз должны быть инициативой, сіздің жағыңыз, ынтаңыз, яғни сіздің жігеріңіз наоборот көп болу керек қой. Бүгінгі осылай бітті, міне қараңыздар. Қазір жуынып шықтық, өзімізге оценка беретін уақыт. Немножко влагу дал, его считаю. Біздің ойымыз тек өзімізге маңызды болу керек. Сөйтіп өзіме бір банан беріп қоямын, жұбатып. Молодец деп. Тренировкадан шықтым. Шыққаннан кейін өзіңді бір басқаша чувство сезінесің да. Чувство басқаша. Бір өмірге жаңа келгендей, құстардың дауысын естіп дегендей, бір жаңа шабыт оянып, идеялар пайда болады деген сияқты. Енді жұмыс істеуге болады деген сияқты. Қазір үйге барып кішкене перекус жасап алып, уже жұмыс істеуге болады. Я, енді не үшін вообще осы тренировка? Вообще кәсіпкерге не үшін здоровый образ жизни? Бұл негізі тек қана кәсіпкерлерге емес, мен почему я сюжет еттім жаңа видеоның басында. Дұрыс емес, негізі бұл бүкіл адамға керек десем болады, бүкіл человечество. Адам, Аллах тағала бізге дене бергеннен кейін, оның күтімі біздің ответственностьта. Аллах тағала бізге ауыз бергеннен кейін, оған не кіріп, не шыққаны ол біздің ответственностьта. Получается, біз айтады ғой, осы
періштелерден де артық деп адам. Неге десе, ол адамның ойлау қабілеті бар, өздігімен шешім қабылдай алады, айырмашылығы сода. Ал періштелер өздігімен шешім қабылдай алмайды. Біздің адамның айырмашылығы сода, біз малдан да айырмашылығымыз, біз өзіміздің өздік тұрғыдан я жоқ деген шешім қабылдай аламыз да. Дұрыс емес, я жоқ. Күнде қарасаңыздар, бізде с утра выбор. Істеуге бола ма, істеуге болмай ма деген сияқты. Аллах тағала бізге дене бергеннен кейін, біріншіден менің пониманиямда біз денеміз үшін сұраламыз. Оған не жасады, не ішкізді, не бердің, және қандай оған сен алдын алуға ықпал жасадың деген сияқты. Бірінші, за все ответ, и ответ, жесткий ответ. Алла қаласа береміз. Екіншіден, я понимаю, көп адам айтады ғой, мен туғандарымды жақсы көремін, жақындарымды өте қатты жақсы көремін деген сияқты. В моем понимании, если сен реально өзің туғаныңды, балаңды, әйеліңді жақсы көретін болсаң, ата-анаңды жақсы көретін болсаң, ты должен сначала уважать себя. Өзім үшін ты должен это делать, потому что моей жене не нужно, менің әйеліме дені сау емес, өзін күте алмайтын еркек керек емес. Менің балама дұрыс тәрбие бере алмайтын, өзін күте алмайтын, сөзінде тұра алмайтын, өмір бақи мүләйімсіп өліп жүретін әке керек емес. Менің ата-анама оларды жерге қарататын, оларды постоянно в проблемах загонять ететін бала керек емес. Сондықтан да біріншіден сен егер жақындарыңды, көбісі айтады ғой, мен күйемін, өлемін деп, өлгенің керек емес. Зачем өліп қаласың, бітті. Зачем сен туғаныңа өлгенің керек емес. Сенің туғаныңа сен өзіңді дұрыс күткенің керек. Сондықтан ты должен уважать себя ради родных, ради близких. Вот. Бұл менің екінші пониманием. Бірінші айттым, сұраламыз, екінші пониманием. Осы үшінші пониманием қараңыздар. Энергия керек. Мен вообще тренировкаға баратын себебім біріншіден энергия керек. Мен өліп жүрем. А если тренировкаға барсам, я в день примерно 5 задач выполняю. 5-6 задача, кейде 7-8 встреча өткізіп тастаймын. Ойлаңыздаршы, адамдармен сөйлесу, встреча жүргізу, ойлаңыздаршы, 5-10 встреча жүргізген кезде адамдармен энергияны забирает, сөйлескен сайын ше. А вот маған сол темп ұстап тұру үшін, 10 адаммен бір күнде сөйлесіп тастау үшін, әртүрлі тематикада, әртүрлі разборларда маған сол күш қуат беретін осы энергия. Біз қазір ойлаймыз ғой, 21 ғасырда ең құнды бір валюта не деп ойласаңыздар, ең құнды валюта біз ойлаймыз ол уақыт деп. Дұрыс айтасыздар. Уақыт. Ең құнды валюта ол уақыт. Түсініп тұр, уақыт ең құнды валюта. Бірақ сол уақытты дұрыс распределять ету үшін бізге ең керегі энергия. Егер бізде энергия болмаса, бізге берген уақытты біз дұрыс қолдана алмаймыз, шашып тастаймыз. Мысалы 24 сағат берілді, энергияң жоқ, диванда отырасың, бүйтесің, сөйтесің, өз-өзімен шаршайсың, дұрыс па? Ал энергия болса, біз берілген уақытты тиімді қолдануға ұмтыламыз. Получается, менің жасап жатқан, мен любой затта ценный конечный продукт іздеймін да. Ценный конечный продукт не үшін деген сияқты. Бұл сұраққа мен былай қысқаша жауап бере аламын. Не үшін маған кәсіпкерге, адамдарға активный образ жизни жүргізу керек для того, чтобы быть эффективным. Тиімділікті арттыру үшін. Неге? Өйткені энергияңды арттыру үшін сен физически кішкене жүгіру керексің деген сияқты энергия пайда болса, Аллахтың қалауымен дұрыс заттармен сол септігін тигізеді. Вот, основная задача біз не үшін кәсіпкер осындай образ жүргізу керек, осындай. Достар, барлығы өзімізге байланысты. Бұны енді ойлап қалмаңыздар, видео түсіргеннен бір рет деген сияқты. Біз тұрақты түрде, тұрақтылық керек болады бұған. Мен бір видео түсірдім, бұл ертеңінде жатамын емес. Тұрақтылық. Мен бұл видеоны түсіргім де келмеген, өйткені мен уже 2-3 ай болды жасап жатқаныма, осы Алматыға келгелі. Бірақ Балқашта мен примерно 8-9 айда жасадым. Ол жаққа көшіп келгелі 1 ай айттым ғой, загрузка болды, одан кейін жасадым. Но бұл жерде тұрақтылық керек. Егер тұрақтылық болмаса, біз қалай айтса болады. В общем, мынандай система бар ғой. Бірінші 2 апта қиын болады, одан кейін жеңіл болады. Бірақ арасында біз көп промежуток тастап кететін болсақ, қайта оралып қайттан қиын болады. Мышцы расслабляются. Осылай. Барлықтарыңызға сәттілік. Кәсіпкерлер, біздің каналға жазылып қойыңыздар. Бұл жерде мен өзімнің системаларыммен бөлсем, және де көріп тұрғандарыңыздай мен Алматыда жүргеніме уже 4 ай болды, ал біздің бизнес вообще Балқашта, и ол сам по себе, альхамдулилля, работает полноценно.
ол жерде біз аптасына бір рет директор филиалымен кездесіп, я уточняю ключевые моменты бизнеса. Потом мына жақта біз не істеп жатырмық, алла қаласа үлкен проект, под свой бренд хотим работать, и мы продвигаем именно свои бренды Аллахтың қалауымен. Ол жақта енді будем по-другому. Сейчас мы работаем Алматыда на минус, и мои свои личные расходы хватает, и расход компании тоже хватает. Я, как бы сказать, в полной дерьме десем болады. Но альхамдулилля, я считаю, что Аллахтың қалауымен бір жарым жылдың ішінде мы уже фундаментін тұрғыза бастаймыз. Так что кәсіпкерлер жазылып кетіңіздер, өз ойыммен осылай бөлісіп отырам, өз тәжірибемен бөлісем. Менде андай емес, коучтар сияқты өзімнің идеямен кітап оқып алып деген сияқты. Мен буду делиться своими практиками. Но менің практикам көрсеттім, көрдіңіздер ме? И мен қандай ощущение болды, и как это мне помогло деген сияқты. Сондай практикалық түрде өзімнің тұжырымдарыммен, өзімнің нақты шешімдермен, чтобы дойти эффективностьпен бөлісіп отыратын боламын. Сәттілік достар.